Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы композитті түрде көрсетілетін қызмет түрлерін арттырмақ. Бұдан былай қандай да бір мемлекеттік қызметті алу үшін толтырылатын өтініш саны азаятын болады. 2020 жылы қызмет көрсету процесін оңтайландыру үшін 55 түрлі мемлекеттік қызмет 21 түрлі композиттік қызметке біріктіріледі деп жоспарланып отыр. Мұндай қызметтердің ішінде жер актісін алу қызметі үлкен сұранысқа ие. Мәселен, қазір бұл қызметті алу үшін 4 түрлі өтініш жазу керек. 2020 жылдан бастап бұл актілердің барлығы біріктіліп, сәйкестендіру құжаттарын әзірлеу және беру сияқты бір қызмет арқылы қолжетімді болады. Айта кетейін, зейнеткерлік төлемдерді бір ғана өтінішпен тағайындауға мүмкіндік беретін қызмет 1 жыл бұрын іске қосылған. Содан бері композитті түрде 99,2 зейнетақы тағайындалған, ал Маңғыстауда 2892. Бұған дейін зейнет жасына жеткен азамат халыққа қызмет көрсету орталығына келіп, жасына байланысты және базалық зейнетақы төлеу бойынша 2 өтініш беретін. Әрі бір айдан кейін қайтадан мемлекеттік кепіл төлем жасау туралы өтініш жазып, кейін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына барып, тағы да өтініш толтыратын. Енді осы 4 қызмет үшін халыққа қызмет көрсету орталығына бір-ақ рет барып, бір ғана өтініш жазу жеткілікті.